Сабақтың басында ұйымдастыру кезеңінде амандасу ойыны арқылы оқушыларды сыныпқа біртіндеп кіргіздім. Алдын ала дайындалған тақтайшаларда қол беріп амандасу, қол түйістіру, қол соғыстыру, құшақтасу бейнелері арқылы оқушылармен амандастым. Бұл жерде бұл әдістің мақсаты мұғалім мен оқушы арасында байланыс орнату. Амандасып болған соң оқушыларды екі топқа бөлдім. Оқушыларды Flippity.net платформасындағы Random Maker әдісі арқылы екі топқа бөліп алдым. Балалар екі топқа бөлініп отырды. Ол жерде топтың атын, одан кейін топ басшыларын сайладық. Оқушылар практикалық тапсырманы орындаудан бұрын теорияны үй тапсырмасын еске түсіру мақсатында Educable платформасында дайындалған сұрақтарға жауап берді. Бұл жерде оқушылардың белсенділігіне, сабаққа қатысу белсенділігіне қарай медаль әдісі арқылы оқушыларды бағаладым. Жаңа сабақтың тақырыбын ашып алу үшін ой қозғау әдісі бойынша суреттер бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбын ашып алдым. Бүгінгі сабақтың тақырыбын, сабақтың мақсатын, тақырып бойынша қысқаша мәліметтерді оқушыларға түсіндіріп кеттім. Бізде жеке жұмыс Scratch программалау ортасындағы батырмалар мен олардың суреттерін сәйкестендіру болатын. Балаларға жеке парақ таратып бердім. Осы бойынша тапсырмаларды орындады. Тапсырмаларды тексеріп, плюс-минус тәсілі арқылы оқушыларды бағаладым. Бізде келесі топтық жұмыс болды. Анаграмма ойыны интерактивті тақта алдына топтасып шығып, WordWall платформасындағы алдын ала дайындалған викториналық сұрақтарға жауап берді. Оқушылар сабаққа белсенділігіне қарай өздерін бір-бірін медаль әдісі арқылы бағалады.
Топтық жұмыстан кейін оқушылармен сергіту сәтін өткіздік. Балалар тақтадағы биші роботтың іс-қимылдарын қайталады. Жұптық жұмыста кейіпкер ойыны. Әр жұп скретч программалау ойын алаңында бір кейіпкер таңдап, ойын құру барысында циклдік алгоритмді жүзеге асырды. Тапсырманың соңында әр жұп бір-бірінің жұмыстарын стикер әдісі бойынша бағалады. Басылған кезде блогымыз болмаса, ешқандай скрипт құралмайды. Ал екінші біз әрқашан блогын таңдадық. Әрқашан цикл таңдадық. Үшінші біз 10 қадам жылжу блогын таңдадық. Оны біз қозғалыстан алдық. Программаны іске қосып көрші. Жұмыс жасап ма? Мына жақтағы? Программа жұмыс жасап тұр. Кейіпкеріміз істеп жатыр. Сәлем деп жатыр. Программаны қосып көрші. Жұмыс жасап тұр. Біздер қазір сәлем деп айтып тұр. Сен кейіпкерің жүріп келе жатыр, иә? Жарайсыңдар. Отырыңдар. Келесі осы Айшамен Асия, иә? Бағдарламамыздың бірінші бағдарламасында басында басылған кезде деген болып тұр. Онсыз ешқандай бағдарлама қалмайды. Бұдан кейін әрқашан цикл болды. Бұдан кейін бізде үшінші 10 қадам жылжу, яғни қозғалатындай ету. Ал балалар енді тапсырмаларды орындап кетсе, осы сабақты тақырыпты пысықтау мақсатында Фликес платформасында сіздерге 5 сұрақ қойылады. Алдарында QR код берілген. Бұл жерде сұрақ 3 жауабы шығады. Кім қай жауапты дұрыс деп санайды, соны жоғары қарай көтереміз, иә? Мен сол коммент сканерге аламын. Бірінші сұрақ бізге скретч бағдарламасын ойлап тапқан ғалым. Жоғары көтереміз. Түзу көтереміз, балалар. Әйтпесе түспей қалады. Келесі. Сабақтың соңында тақырыпты қорытындылау үшін Flickr платформасы арқылы оқушыларға тест сұрақтарын дайындап, балалар барлығына жауап берді. Пайызын шығарып, сол бойынша балаларды бүгінгі сабаққа қатысу белсенділігіне қарай медаль әдісі арқылы бағаладым. Балалар, енді бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Енді осы сабақты аяқтау үшін бізде кері байланыс білім қоржыны деген тақырып көрсетілген. 3 қоржын берілген, өте жақсы түсіндік жасыл, жақсы түсіндік сары, әлі де ізденіп керек, қызыл, иә? Сіздердің алдарында стикер астта берілген, сабақты жақсы түсінгендер бойынша осы жерге келіп жазып кезінде болады. Дәстүрлі сабақты қалай түсінді? Жарайсыңдар, өте жақсы. Барлығымыз өте жақсы түсіндік, иә?